Жеңіс үшін шыбын жандарын құрбан еткен бірнеше миллиондаған адамдардың есімдерін есте сақтап, 1418 азапты күн мен түнді болашақ үшін ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен өткізгендерін ұмытуға болмайды. Ұлы Отан соғысының дүние жүзі үшін маңызы зор болды. 1945 жылы 8 мамырда Берлинде фашистік Германия жеңілгеннен мойындап қол қойды. 1945 жылы мамырдың 9-ында бұрын сонды болмаған зеңбірек 30 дүркін салют атылды. Міне жеңіс күні осылай келген еді. Ойлап тұрдым көп, сауал бердім білгімге. Қуанышты мереке, жеңіс күні қай күн деп атамнан да сұрадым. Көкемнен де сұрадым, ағамнан да сұрадым, анамнан да сұрадым, тосты бәрі құлағын. Дұрыс десті сұрағын, бейбіт күнін бәрі де жеңіс күні шырағым.